Бәріңе сәлем. Арнада әдеби ғасыр. Бастамас бұрын ролик астындағы қызыл кнопканы басып, лайктарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше, Абай Құнанбайұлы, 33-ші қара сөз. Егерде мал керек болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, адал еңбегін сатқан қолөнерлі. Қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп, артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істеп болып, өнер арттырайын деп, түзден өнер іздемейді. Осы қолындағы аз-мұзына мақтанып, осы да болады деп, баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші, ерінбей істеу беру керек қой. Бір-екі қара тапса, малға бөге қалған кісімсіп. Маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншектік, салдау-салғырттыққа, кербездікке салынады. Үшінші, дарқансың ғой, өнерлісің ғой шырағым. Немесе, ағеке, нең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, маған да біреу жалынарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетеді. Пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілінде мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп, бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қырық қыламын дегенге мәз болып, тамырым, досым десе, менде керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп, үйден шықпағанды қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегенін жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып, қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болмай, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарызға алады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, соныменен табыс құра алмай, борышы асып, дауға айналады. Адамшылдықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатұғыны қалай?